Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Простатит жайлы ақпараттар мен кеңестер берілетін болады. Простатит қуық асты безінің қабынуы. Ауру ерлерде 20 жастан бастап кездеседі. Простатиттің жедел және созылмалы түрлері, сонымен қатар созылмалы жамбас ауруы синдромы, бактериалды емес простатит ажыратылады. Простатит жиі уретритпен, визикулитпен, қуық асты безінің гиперплазиясымен қатар жүреді. Қуық асты безі шәует құрамындағы сөлді бөлетін ерлер мүшесі. Ол эрекция кезінде қуықтан шығатын жолды жабатын қақпақша рөлін атқарады. Без іштің ортасында қуықтың астында орналасқан. Инфекция немесе қоздырғыш факторлардан туындаған бір ауру болғаны себепті қуық асты безінің қабынуының белгілері жиі зәр шығару, зәрдегі қан, безгек, суық тию, зәр шығару кезінде ауырсыну, шаршау және әлсіздік болып табылады. Шамамен кез келген 10 адамның 4-еуінде кездесетін бұл ауру ерлердің өмір сүру сапасын едәуір төмендетеді. Жыныстық дисфункция мен психологияға кері әсер ететін бұл аурудың қайталануы мүмкін. Бірінші 1 литр су қайнатылып, оған шамамен 250 грамм брокколи қосылады. Баяу отта брокколиді 5 минут қайнатады, кейін суға қалдырады. Су салқындағаннан кейін сүзу арқылы алынған суы 3-ке бөлінеді және таңертең, түсте, кешке аш қарынға ішеді. Брокколи шырынын ішкен соң таза ауыз суынан басқа 20 минут бойы ешбір тағамды тұтынбаңыз. Суға қайнатылған брокколиді болса тағам немесе салат ретінде қолдануға болады. Бұл өсімдікпен емдеу әдісі 1 апта бойы үздіксіз қолданылады. 3 күндік үзілістен кейін қайта басталады. Жалпы 21 күн бойынша 7 күн үздіксіз ішіп, 3 күн үзіліс жасау арқылы жалғастырылады. Бұл емдеу аяқталғаннан кейін шағымдарыңыз азаюы мүмкін. Алайда болашақта егер аурудың белгілері қайта пайда бола бастаса, онда бұл жолы брокколи емдеуін 15 күн қолдану керек. Екінші созылмалы қуық асты безінің қабынуын шөппен емдеуде орташа үлкендікте 1 пиязды ашып тураған соң 1 тілім нанмен жеу керек. Бұл аурудан туындаған қабынуды азайтып, ауырсынуды басады. 3-ші кешке ұйықтар алдында 1 литр суға қабығы ашылған 2 пиязды салады. Таңертең аш қарынға 1 стакан ішеді. 4-ші күн сайын жүйелі түрде 1 уыс шикі асқабақтың тұқымын жеген жөн. Немесе асқабақтың шикі тұқымын 500 гр турағыштан өткізіп сақтау арқылы сұйық бал мен 200 гр араластыруға болады. Бұл қоспаны 1 шай қасықпен таңертең ішуге болады. Күніне 3 мезгіл 8-10 тал кішкентай жапырақты ақжелкенді қайнатып ішіңіз. Ұнтақталған куркуманы жүйелі түрде тұтыну өте тиімді. Салат, сорпа, йогурттың үстіне 1 сорпа қасықпен қойып тұтынылады. Сәбіз шырыны мен шпинат шырыны қуық асты безінің қабынуы кезінде өте пайдалы. Эхинация ағзаның инфекциямен күресуіне көмектесе алатын керемет иммунитет күшейткішке ие, С дәрумені, антиоксидантты, витамин. Қабынуға қарсы препараттар және иммунитетті көтеретін құрал. Сонымен қатар зәрді одан да қышқылдандырады, осылайша бактериялар оңай өсе алмайды. Шамамен 500 мың тәулігіне 2 рет қабылданады. Қабынуға қарсы препаратты қасиетке ие құрамында маңызды май қышқылдары бар зығыр тұқымын йогуртпен араластыру арқылы тұтынуды ұсынуға болады. Сонымен қатар көп сусын ішу керек. Күніне кемінде 6 немесе 8 стакан су ішіңіз. Қуыққа зақым келтіріп, несеп шығарудың кейбір проблемаларын одан әрі нашарлатуы мүмкін болғандықтан құрамында кофеин, шай, кофе және кола бар газдалған сусындар. Жасанды қант алмастырғыштарды қолдануға болмайды. Ашы тағамдарды шағымдарды одан да нашарлататындықтан қолданбаған жөн, велосипед тебу сияқты қысым жасайтын әрекеттерден аулақ болу керек. Симптомдарды нашарлатуы мүмкін. Егер сіз велосипедпен жүруді жалғастырғыңыз келсе, гельден жасалған арнайы орындық қолдануды сынап көру керек. Іш қату қабынған қуық асты безін тітіркендіреді және науқастың қатты ауырсынуына себеп болады. Талшықты тағамдарды тұтыну керек. Сонымен қатар үнемі дене шынықтырып, ұйықтау маңызды болып табылады. Құрметті оқырмандарым, пайдалы кеңес берілді. Арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.